Nurdavletpен Simbat açadi. Qo'y. Сәлеметсіздерме, құрметті қонақтар, қымбатты ата-аналар, әжелер, ұстаздар, бүгінгі көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні құтты болсын. Мерекелік ертеңгілігімізді ашық деп жариялаймыз. Енді ертеңгілігімізді балаларды кішігірім тапақтармен ашсақ. Кел, Нұрбол, кел. Нұрбол бастайды, қа? Диляра. Балдар, на визитке қарабасында. Қасыңда басқа бақ. Не керек? Аналарым жүрегі Милан дұғай келеме. Мен анамды сүйемін, құсағына енемін, әпереген анамды қуансап келемін. Нартай айтады. Кән Нартай келші. Өз жағын алып бала. Өз айтады кәді. Кел, шапаға. Кел, шапаға кел. Айтамыз. Мәбелі. Қолым. Әдейді. Қолым шағын. Қылышағым деп құшағына салады. Өзгеге де өзіне де жауапты. Барлығына қалай уақыталады. Енді аналарымызға арналған құттықтау әніміз бар. Барлығымыз тартып барлығымыз орнымыздан тұрып, құттықтаймын ана, мерекемен өлеңін айтамыз кән. Сөйлешке. Ой, ақылды. Сөйтішкен сөйлешке. Билеп тұрамыз. Қыздар көйіп ұстаймыз.
bарлığımız oturamız. Жарайсыңдар, қандай керемет екен. Allah әжеме жеткеніңізбен құттықтаймын. Айтатын әнім бар, беретін гүлім бар. Әжетай сізді жақсы көремін деп, ақылың бағына сығылайды. Үншықтар да береді, балалар сағадап келеді. Жақсы қандай әжелер. Ой, керемет, біздің Нұрбек осылай телефонмен құттықтағысы кепті. Жарайсың Нұрбек, орнымызға отырамыз. Енді қыздарымызды мамбо биін тарту етеміз. Кәні қыздар барлығымыз тез-тез тұра қаламыз. Диас, ақыл. Қалғанымыз отырамыз. Қалғанымыз отырамыз. Айша, Диаске өңші. бар үйдің қазынасы бар деп бекер айтпаған. Қазынасы бар әжелерді құттықтай отырып, әнімізді қабыл алыңыздар. Кел, Алихан. Кел. Жарайсың, Алихан. Енді камера. Тамаша айда. Нені? Mene yasaklardı. Gün kiredi. Mene giyedi. Nağan giyedi. Ой, жарайсың, камераны. Аслан айтамыз. Аслан. Тұрса, ортаға тұр, мамалардың бәріне көрінеміз. Айтамыз. Bayan temizliği. Tutam temizliği. Шашамыз. Hemencik. Жарайсың, Асланның бар, ұнады ма Асланның таппағы? Шапалақ ұрақ шонда, кәт. Бәріміз шапалақ ұрамыз.
Endi balalar, bарлığımız öz analarımız жақсы көреміз bе? Analarımızға arnап ән айтамыз ба? Analarımızға arnап би билейміз ба? Ендеше өзіміздің орыс тіліндегі мама әнін тарту етеміз. Қаны бәріміз тұра қаламыз. Тұрамыз. Тимур кет. Апты тұр. Сен кейін істейсің ғой? Жәнібек. Өлең айтамыз. Бұлар билегенде біз өлең айтамыз. Тұрамыз. Sevinç dur. Yeter. Vallahi kalırız. Severiz. Neyse dururuz. Kanuştur.
балалар, сол әжелеріміз тоқылатқан кезде жіп шашылып кетсе, біз оны не істейміз? Жинаймыз. Ендеше әжемнің жібі ойнаймыз қазір ортаға 2, бір қыз, бір бала шығады. Тұрасың шық. Жасымен шық. Кел, Севенші, қаш шығарсың сен тұра тұр. Севеншіге. Жасымен сен отыра. Яға тұрамыз, қаш шығамыз бәріміз. Мына біздің әжеміздің жібі. Қараңдар. Міне екеуіңе 2 жіп. Мен бұл жіпті қазір ширатып жіберемін. Сендер сол жіпті жинайсыңдар, түсінікті ме? Қазір мен ойын басталды деп айтқан жоқпын. Мынаны Севенш сен жинайсың, мынаны Нұрасыл сен жинайсың. Бірінші дөңгелегін ұстаймыз да, соған бұлай жинаймыз, түсінікті ме? Қазір балдар не деп айтамыз? 1, 2, 3, ойын басталды. Севенш жина. Ораймыз. Домалаққа ораңдар. Тән балдар шабада ораймыз. Севенш, Нұрасыл. Дұрыс па? Енді екінші кім жинаған? Севенш жинаған. Шапалақ ұрамыз бұларға. Шапалақ ұрыңдар. Енді Жарбеке. Ойын басталды. Жинаймыз. Ақбөпе. Қарандаш, Нұрбек дұрыс жинады ма? Ал Ақбөпе ше? Ақбөпе жинаймаған, иә? Жарайсыңдар балалар, сондықтан бізде достық және сол үшін шапалақ ұрамыз. Ердаулет шығады, Динара шығады. Ердаулет, айтамыз қазір. 1, 2, 3, ойын басталды. Динара, Ердаулет, Ердаулетке шапалақ ұрайықшы қазір. Динараға шапалақ ұрамыз енді. Екеуі де бірдей бітіп қапты, иә? Енді Қадыржанмен шығады Айша. Айшаға қызыл түс, Қадырға сары түс. Айша жинаймайды. Жинайды екеуі де. Бастаймыз. 1, 2, 3, ойын басталды. Жинаймыз. Айша, Қадыр, Айша, Қадыр, Айша, Қадыр, Айша, рахмет деп шапалақ ұрамыз. Ойын қызық болды ма?
Ендеше балалар ойынымыз қызық болды. Енді балалар барлықтарымыз әжелерімізді жақсы көреміз бе? Балалар әжелер үйге келген кезде не істейді? Ауылда жүрген кезде не істейді әжелер? Үйді және сендерге бірінші келген кезде не береді? Сүт береді, я? Айран, құрт бере ме? Әжелеріміз жақсы көреміз бе? Енді балалар сол әжелерімізге арнап көрініс көрсетейік. Ойыннан келген тыныш тұр. Ойыннан келген Әйгерім қуыршағын іздейді. Столдың астынан тапты да хал сұрауды көздейді. Мені қалайсың, домшырарып қарайсың, қарның ашып отырмай, тамақ ішсең жарайсың. Егер тамақ ішпесең, қуыршек болып қаласың. Отыр қане қасыма, тамақ ішсең жарайсың. Әйгерімнің осы сәт анасы үйге кіреді. Тағат таппай қызының қалын сұрап біледі. Бүгін сен тамақ ішіп көрдім бе, қызықтайлы ойынды тексерен жүрдім бе, күнде саған ұнатпай тамағынды іштім бе. Тұра алмайсың қызығы, осы сенің істеймін. Анасының артынан аптығып әжесі кіреді. Ол да тағы өз қызын қалын сұрап біледі. Айналайын алтыным, шаршадым ба жарқыным, ішпедім-ау тамақта, жан ойлап жалпаным, қара шоғым қарағым, сүңгі ғой қабағым, сүтімен түрі жұмыртқа, болмақ адал тамағым. Аналарды ежіреп, ет бауыры барады. Әрқайсыны сұқтанып өз қызына қарады. Бәрі үш ана, қандай қиын қараңдаршы, қырсық мінез бала болу. Бәрінен де оңай емес, білсеңдер ғой ана болу. Жарайсыңдар керемет балалар, кәні барлығымыз сәлем береміз, орнымызға отырамыз. Балалар көрдіңдер ме? Біздің әжелеріміз де, аналарымыз да сендер тамақ ішпесеңдер қатты уайымдейді ме екен? Уайымдейді екен. Сол себептен не істеу керек? Уақытылы тамақ ішу керек, я? Енді барлығымыз орнымыздан тұрып, әжемнің шайы, әнін тарту етеміз, тұрамыз. Кәді стол аяғымыз кеттірамыз. Әжемнің шайы, әнін айтамыз. Кән барлығымыз қыздар әдемі болып тұрамыз. Балдар столды артқа қоямыз. Келем тұрамыз. Дауысымыз шығарып айтамыз.
тамашалап жатсыздар. Енді біздің тағы да бір өнеріміз бар. Ол бізді күнделікті стирка жасап жүрген аналарымыздың кейпін саламыз бүгін. Кәні балалар барлығымыз стирка бейім билейміз. Кәптігір Нұрбол. Кім стирканы әдемі билесе, мен оларға сыйлық беремін. Әдемі сыйлық беремін. Aslanım. Nah, bizden kır juvатын тазигimiz ya. Қолдан белге қоямыз қазір. Қадір, кому? Қолдан белге қойыңдар. Нұрбек? Барлығымыз әдемілеп отырамыз, тамаш отырамыз. Қайда түсіп кеттім. Сәлеметсің бе, Кикимора? Қаны барлығымыз мына Кикимораны таныдық па? Ол біздің ертегідегі бар қыз, я? Кикимора қандай, әдемі ме? Там қандай? Әдемі, көрікті, сұлу, я? Ендеше Кикимораға сәлемдесейік кішкән. Сәлеметсің бе, Кикимора? Сен бізге мерекеге түсіп қалдың, Кикимора. Бүкіл балалар аналарымызды, әжелерімізді және қыздарымызды құттықтап жатыр. Бүгін Кикимора 8 наурыз халықаралық аналар мерекесі, қыздар мерекесі.
Мен. Балалар, барлығымыз Кикимора құттықтаймыз ба мерекесімен? Ендеше айтайықшы. Мерекемен. Әрине Кикимора, мынау сенің мерекең құтты болсын. Ал біздің балалар саған арнап мақтау сөз айтқысы келіп тұр. Балалар, Кикимора қандай? Әдемі. Тағы қандай? Сұлу. Тағы қандай? Көңілді. Барлығымыз Кикимораны жақсы көреміз, я? Кикимора, сен әдемі билей аласың ба? Әдемі билей алады екен. Ендеше біздің қыздармен, балдармен қосып билегің келе ме? Ендеше біздің балдарды жентльмен биін тамашалайық. Балдарымыз тез орнымызда отыра қаламыз. Қыздар тұраңыз. Телефондарыңызды бересіңіздер. Қандай керемет. Балалар, барлығымызға өзіміздің биіміз ұнады ма? Ата-аналарымызға ұнады ма біздің биіміз? Енді балалар, бізге қонақ келіп тұр екен, есігіміз сақылдап тұр екен. Ол не осы? Балалар, Көзен, не үшін сенің көңіл күйің жоқ? Маған ешкім қатыстырмайды. Менің жөтелімді ешкім әндемейді. Менің анам жоқ, ешкімге керегім жоқ. Сен Кикимора жаман емессің, сен көңілді күлкілісің. Күнде маған кет, болсын сен анашым. Кикимора, сен бұл біздің итімізге, күшігімізге ана бола аласың ба? Әрине. Балалар, енді біздің Кузя күшігіміздің анасы пайда болды, я? Бұл біздің Кикимора. Бізге Кузяға ана болады екен. Барлығымыз қуаныштымыз ба? Сен анаңның тапқанда қуаныштысың ба? Біздің Кузямызда анасын тапқанына қуанышты. Ендеше Кикимора мен анасы бірге билеп жетінші.
Kan Kikimora anası kadar ket bileyim sen. Екеуі бірге би билейді kan? Aynen. Балалар Кикимора қуанышты ма? Ал Кузяның жүзінен күлкі көрдік па? Kan Kuzя бер келші. Kuzя. Балалар біздің Кузямыздың жүзінен күлкі көрдік па? Ол анасы тапқаны өте қуанышты. Енді балалар біз өзіміздің аналарымызға арнап кішігірім сыйлық дайындадық. Қаны барлығымыз сол сыйлықты алайыз. Балалар ол сыйлықта Элеонора апай таратып болғанша біздің меңгерушіміз апайға сөз береміз. Ата-аналар мерекелеріңіз құтты болсын. Осы аналардың арқасында бізде барлық жұмыстар жүреді, папаларымыз аз келеді. Аналарымыз аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осы балдардың арқасында ойнап күліп осындай ертеңгіліктерге келе беріңіздер. Тек жақсылық болсын. Ата-аналардан кім сөйлейді? Али ғана не білген сізге? Нұрбек мапасу. Аяғында газ өші. Ал не айтайын, әйелдер жаңа Жұматтарымыз құтты болсын, әйел мерекесімен құттықтаймыз сіздерді. Осы біздің балапандарымыз сондай әдемі көрнекті өзінің несін көрсетіп, балдар бізге берді. Сонша ырза болдық балдардың несіне. Келе жатқан мейрамдарыңызбен тағы бір құттықтаймыз. Балалар kan шапалақтайықшы, әжеміздің жүрегімізде шапалағында. Келіңіз папалардан көрсетесің. Никитаның папасы отыр ғой? Поздравляю всех мам с Международным женским днем. Желаю, чтобы были все такие же красивые, веселые, жизнерадостные. И всех девочек тоже с 8 марта. Аналарымызға сыйлықтарымызды береміз. Жайлап бар. Ама кім Жасмин, ал машина балнаған. Бүгінгі 8 март мерекелеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Сіздерге көп-көп рахмет, балдар тәрбиелеп жатсыздар. Сендерге зор денсаулық тілеймін. Аман есен балдарды өсіре беріңдер. Балапандардың қызығын көрейік. Сол үшін подаркамызды рұқсат етейік. Ал қойыңыздар. Рұқсат Мынау 8 март мейрамдарыңыз құтты болсын. Таза еңбек, енді мысалға Ажар сенің артында бірінші мынау екі қыз енді. Еңбек осылардікі действительно бағана ата-аналар қазір әкеліп қарап жатырмыз, оның ішінде балаларды үйреткен оңай емес ол. Рахмет, мынау әйтеуір 8 март құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Барлық ата-ана ұжымымыздың атымыздан
сыйлығымыз тапсыруға рұқсат етіңіздер. Биыл тұрмысқа шығыңдар сол кісілер. Сөйлесіңдер. Екі апайлардың еңбегі, бірінші Ажар апай, осылардың еңбегін бағалайық. Сегізінші марттарымызбен барлығымыз мынау тек қана әр үйге осындай бақытты болып, гүлдеп, жайнап жүрегіміз болсын. Мұғалімдер, сіздерді 8 наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Денсаулық бірінші, дендеріңіз сау болсын. Біздің бала шағаларымызға беріп жатқан тәрбиелеріңізге өте рахмет. Жақсы. Нянясына рахмет. Тамақ беріп осыларға. Не дейміз? Сол тек қана жақсы болсын, дендеріңіз сау болсын. Рахмет. Рахмет сіздерге де.